Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның біздерге үлкен өсиеті бар. Иннал муфлиса мин уммати яти яумал қияма бисалатин ва закатин ва сиямин деп басталатын өсиеті. Ертең менің үмбетімнен тақырға отырған, банкрот болып қалған адамдар болады. Олар намазбен келеді, зекетпен келеді, оразалармен келеді. Бірақ сонымен қоса олар бәленшені балағаттаған, бәленшені жамандап өсектеген, бәленшенің малын нақақтан нақақ жеген, жұмыс етіп алып, жұмысының ақысын бермей қойған, қарызға қарыз сұрап алып, қарызын қайтармай жүрген, біріншісі екіншісін қан төккен, өлтіріп қойған, біріншісі екіншісін ұрған, соққан, тепкіге жыққан, жаңағылардың барлығы бірінен кейін бірі келеді екен, айтады екен: сен мені ұрғансың, маған сауабыңнан бер. Сен менің ақымды жегенсің, маған сауабыңнан бер. Сен мені өсектеп ғайбаттағансың, сен маған сауабыңнан бер. Сен мені ұрғансың, сауабыңнан бер. Сен менің қанымды төгіп өлтіргенсің, сауабыңнан бер деп сауаптарын ала бастайды дейді жаңағы адамнан. Ол кісінің намазынан, оразасынан, зекетінен болған сауаптың барлығы бітеді. Деп келеді. Бүкіл сауаптары біткен кезде, енді немді берем деп тұрған кезде, жаңағы кісілердің барлығы бірінен кейін бірі келіп өздерінің күнәларын сол намаз оқып, зекет беріп, оразасын ұстап келіп отырған мұсылманның таразысына бірінен кейін бірін күнәларын үйіп төгіп қойып тастайды дейді. Сонда мына дүниеде қанша терлеп, тепшіп, ғибадат құлшылық жасап жүрген адамдарға ескерту болсын. Ана дүниедегі жасаған сауаптарыңыздың барлығын біреулерге беріп, біреулердің күнәларын таразыларыңызға көтеріп, біреудің жүгін жүк қылып көтеріп алудан сақ болайық. Сондықтан да қазіргі мына қоғамдағы дерттердің бірі өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ деген сияқты осындай адамның ақысына кіретін күнәлар өте көп жасалып жатқан себепті осы пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның өсиетіне өте қатты мән беретін кез келіп тұрған сияқты.